Қазақстанды жаңғырту тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев үшін әрдайым негізгі басымдықтардың бірі болды. Кез келген жаңғырту әрдайым оңай емес. Бұл әрқашан әдеттегі өмір салтынан, қалыптасқан дәстүрден бір ілгері қадам жасау қажеттілігін білдіреді. Сондықтан, болашаққа өзіндік көзқарасы бар саясаткерлер өте сирек кездеседі. Және саяси ерік-жігер бүгінгі таңда тіпті танымал емес мәселелердің қатарында болуы мүмкін. Қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру идеясымен дәл осындай жағдай қалыптасты. Қазақ қоғамы үшін бұл шын мәнінде революциялық идея. Нұрсұлтан Назарбаев оны алғаш рет 2012 жылы Қазақстан 2050 стратегиясы аясында ұсынған болатын. Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды табандылықпен жалғастыра береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылдан латын графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы ақпарат тіліне айналдырады. Басынан бастап, латын әліпбиіне көшу мемлекет тарапынан айтарлықтай ресурстар мен орасан күш-жігерді талап ететіні түсінікті болды. Сонымен қатар, әліпбиді өзгерту мәселесі республика ішінде ғана емес, одан тыс жерлерде де өткір пікірталастар тудыратыны анық болды. Әрине, Ресейдегі кейбір саясаткерлер айтқан қауіптерді атап өткен жөн. Мысалы, мемлекеттік дума депутаттарының бірі Журавлев былай деді: латын әліпбиіне көшу Ресей Федерациясына қатысты жағымсыз қадам. Алайда мұндай пікір маргиналды болды. Әзербайжан, Түркменстан және Өзбекстан біраз уақыттан бері латын әліпбиіне көшкенін ескере отырып, жекелеген депутаттар тарапынан Қазақстанның шешіміне қатысты айтылған мұндай сын қисынға келмейді. Ресейдің ресми билігі бұл Қазақстанның ішкі ісі деп болжап отыр. Бұл жерде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі туралы шешім қабылдау үшін тактикалық сәтті таңдағанын және әліпбиімізді ауыстыру үшін барынша оңтайлы нұсқаны табу үшін жеткілікті уақыт бөлінгенін атап өткен жөн. Бұл терең ойластырылған және нақты тексерілген шешім болды. 2013 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл жағдайда қазіргі Түркия Республикасының негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүріктің түрік тілін 1928 жылы қабылдаған латын әліпбиіне көшіру туралы тарихи шешімін қатар алып қарауға болады. Ататүрік қазіргі түрік мемлекетінің өмірінің соңғы жылдары артта қалған және архаикалық мемлекетке айналған. Сол кезде Еуропаның ауру адамы деп аталған Осман империясымен символдық байланысын үзуге тырысты. Түрік латын әліпбиі белгілі бір мағынада жаңа Түркияның ілгерілеу мен жаңғыруға деген ұмтылысын бейнелеу керек еді. Ататүріктің өз елін жаңғырту жөніндегі тәжірибесі сол кездің өзінде Кеңес одағындағы көпшілікті таңдандырды. Сонымен 1930 жылы Яковлевтің төрағалығымен латындандыру жөніндегі кіші комиссия орыс тілі мен КСР-ның тағы 16 тілінің латын әліпбиіне көшуінің сөзсіздігі туралы қорытынды жасады. Сол кезде де қазақ зиялылары арасында қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуін сынға алынғаны өте қызықты. Қазақ араб әліпбиі сақталуының басты жақтаушыларының бірі оның жаңартылған нұсқасының авторы Ахмет Байтұрсынов болды. 1926 жылы Бакуде өткен тұңғыш бүкіл одақтық түркологиялық съезде ол былай деді: біз әліпби сәтсіз болған кезде немесе әліпби болмаған кезде сұрақ қоя аламыз. Бірақ бізде әліпби бар. Сондықтан басқа әліпбиді қолданудың қажеті жоқ. Бізде, қазақтарда, қазіргі уақытта ең тамаша емле бар. Алайда, сол съезге қатысқандардың көпшілігі түркі тілдерінің латын әліпбиіне көшуін жақтады. Өйткені бұл өзгерістен жаңғырту жолындағы елеулі қадамды көрді. – 1929 жылы латын жазуына негізделген қазақ әліпбиі ресми түрде қабылданды. Бірақ қазақ латын әліпбиінің тарихы ұзаққа созылмады. Кеңес мемлекетінің саясаты өзгерді және 1940 жылы қазақ тілі кириллицаға көшті. Кириллизацияның жағымсыз құбылыстарының бірі әліпбидің жасандылығы болды. Мысалы,
28 байырғы қазақ дыбысын беру үшін 42 әріптен тұратын әліпби қолданылды. Жағдай КСРО ыдырағаннан кейін ғана өзгере бастады. Содан кейін латын идеясы қайтадан жаңартылды. Бір қызығы, сол жылдары ұсыныс ретінде түрік латынының негізінде барлық түрік тілдес тілдерге ортақ латын әліпбиін құру мүмкіндігі талқыланды. Бірақ тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тіліне арналған латын әліпбиінің өзіндік нұсқасын талап етті. Сонымен бірге ол асықпауға және оңтайлы нұсқаны табуға шақырды. Іздеу әлі де жалғасуда. Қазақ жастары латын әліпбиіне көшуді зор ынтамен қарсы алғаны анық. Және де егерде біз қазақ тілін әлемдік деңгейге шығарғымыз келсе, онда біз қазақ тілін соған ыңғайластыруымыз керек. Бұл жерде латын әліпбиі өте ыңғайлы келеді. Біз онымен толықтай келісеміз. Ол қадамның берген нәтижесі біздің шетелдік жанкүйерлер қазақ тілінің әдемілігіне қызығушылық танытып, қазақ тілін үйрену үстінде, және де үйренгеннен кейін бізге әртүрлі видео жолдамаларды қазақ тілінде жіберуде. Қазақ тілін қолдану олардың прогрессивті өзгерістерге, сондай-ақ оның қазіргі заманғы үрдістерге ұмтылуына, дайын болуына мүмкіндік береді. Қазіргі қазақстандық жағдайларда әліпби реформасы тілді үйрену процесін айтарлықтай жеңілдетеді. Ал бұл бүгінгі күннің аса өзекті міндеті. Қазір әлемде ақпараттың негізгі бөлігі латын графикасын пайдалана отырып жасалады. Сонымен 2005-2015 жылдары Web of Science базасында жарияланған мақалалардың 75,2% латын әліпбиінде, ал 2,4% кириллицада жарық көрген. Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маңызды жаңғырту жобаларының бірі. Көлемі мен маңыздылығы бойынша бұл жоба Ататүріктің түрік мемлекеті мен қоғамының табиғатын түбегейлі өзгерткен революциялық шешімінен кем түспейді. Ғасырлар бойы есте қалатын осындай қадам жасау кез келген саясаткердің қолынан келе бермейді.